Байлық шариғатта жалпы көп адам былай түсінеді. Намазға келдік па, болдық, келгеннен кейін болды, тәсбih ұстап мешіттен шықпау керек деген секілді. Жоқ, олай емес. Шариғатта зекетті не үшін парыз қылды? Зекетті қандай адамдар береді? Зекетті бай адамдар береді. Демек, Алла Тағала сізге бай бол деп отыр. Бірақ қаншалықты бай болсаң да жүрегіңде Алла болсын, маңдайың сәждеде болсын. Алла Тағаланың жолында дүниеңнің бір бөлігін жұмсай алатындай адам бол дейді. Сол себепті шариғат байлықтан тыймайды. Шариғат тіпті бай болу керек адам. Неге? Өйткені сіз бай болмасаңыз, бізге мешітті кім салып береді? Мектепті кім салып береді? Жас біздің жеткіншектерге. Біздің ауруларымызға аурухананы кім салып береді? Образовательный центрларды кім ашады? Оны әрине бай адам ашады. Сол себепті адам бай болу керек. Егер адам бай болмаса, оған басқа бір ақшасы бар біреу соның бәрін ашып береді, одан кейін өзінің идеологиясын жүргізеді. Сізге айтады, орамалыңызды тақпайсыз болды бұл жерге келген кезде, намаз оқымайсыз болды дейді. Содан кейін сіз амал жоқ, ана кісі салғаннан кейін соған иә деп көнесіз. Ал сіз ол жерді өзіңіз салсаңыз, сіз өзіңіздің идеологияңызды жүргізе аласыз. Көрдіңіз бе, осы мәселені ескеру керек. Одан кейін тақуалық деген ол жүректе, тақуалық кедейлік, кедей болуда емес, тақуалық пайғамбарымыз жүректе деген. Тәкаппар кедейлер де бар. Пайғамбарымыз айтқан, Алла Тағала мына адамдарға қарамайды деген, назар да салмайды қияметте дегенде, ол тәкаппар кедей деген. Ештемесі жоқ бола тұрып тәкаппарланған адам деген. Яғни кедейлердің арасында да тәкаппарлар бар. Адамды менсінбейтіндер бар, өзі кедей. Сол себепті ол тақуалық кедейлікте емес, тақуалық мына жүректе. Адам Абу Ханифа мысалға өте бай адам болған. Қаншама шәкірттеріне ақша төлеп оқытқан. Керуен жаңағы сауда нелерін жіберетін болған. Сонда жаңағы бір кісі келіп, бір күні Абу Ханифа сабақ беріп отқан кезде айтады ғой, сіздің керуеніңізді қарақшылар қолды қылды деп. Сонда үндемей отырып, альхамдулилля дейді. Біраздан кейін ана кісі қайтадан келіп айтады, сіздің керуеніңіз емес екен, ол басқа керуен екен дейді. Абу Ханифа тағы да альхамдулилля дейді. Сонда мәнісін сұрайды ғой, неге өйтіп айттыңыз деген кезде, керуенімді қарақшылар қолды қылды деген кезде жүрегім үңілдім, жүрегім дүние үшін уайымдаған жоқ дейді. Сол себепті Аллаға шүкір еттім дейді. Керуенің аман деген кезде тағы да жүрегім үңілдім, жүрегім дүние үшін қуанған жоқ дейді. Сол үшін Аллаға шүкір дедім дейді. Міне, тақуалық деген осы. Байлық қолда болу керек, байлық жүректе болмау керек. Шариғатымыз сөйлейді, ең бай адам бол дейді өмірдегі. Әлемдегі ең бай адам бол, бірақ жүрекке кіргізбе ол байлықты. Алла жолында жұмсай білетін, қанша бай болсаң да Алланың алдында кішірейе білетін, Алла алдында маңдайын сәждеге қоя білетін өзіңнің негізгі болмысыңды жоғалтып алмасаң болды дейді. Тақуалық ол жүректе, тақуалық ол ғылымда емес, тақуалық ол байлықта емес. Қаншама білімді адамдар бар, Алланы танымайды. Қаншама профессорлар бар, мысалға атеист. Қаншама профессорлар бар, материалист. Құдай жоқ дейді, мысалға. Мен енді талай араласып жүрмін ғой адамдармен. Небір білімді адамдармен кейде жолығып қаласың. Энциклопедия ана кісі. Жай былай адам емес, бір ғана саланы меңгерген адам емес. Энциклопедия кәдімгі, ана саладан да мына діннің кейбір мәселелерді менен артық біледі. Бірақ Алланы мойындамайды. Намаз оқымайды, ораза ұстамайды, оған күліп қарайтын, намазға шақырсаң. Сол себепті тақуалық ол байлықта да, ғылымда да емес, тақуалық ол жүректе. Сол себепті адамның жүректі тазарту керек, өзіңізді табыңыз деп айтып жатқаным да сол ғой.